Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған жаратылыстану пәні бойынша жер ғаламшары қандай тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Ортақ тақырып жер және ғарыш. Бүгінгі оқу мақсатымыз жер бетінің ірі элементтерін атау және сипаттау, алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Картаға назар аудар. Карта бойынша жер бетінде не бар екенін анықтайық. Құрлықтар мен мұхиттарды атаймыз. Жер бетіндегі жан-жағын су қоршап жатқан құрлықтар материк деп аталады. Жер бетінде 6 материк бар. Олар Еуразия, Африка, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Антарктида және Аустралия. Ал құрлықтарды бір-бірімен жалғап жатқан ұшы-қиыры жоқ су кеңістігін мұхит деп атаймыз. Жер бетінде су 4 мұхитқа бөлінеді. Оларға Тынық мұхит, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты және де Солтүстік мұзды мұхиттар жатады. Ең үлкен мұхит Тынық мұхиты, ең кіші мұхит Солтүстік мұзды мұхиты. Аты айтып тұрғандай, бұл мұхиттардың бетін түгелдей мұз жауып жатыр. Мұхит астында таулар мен терең шұңғымалар бар. Мұхиттарда цунами тудыратын жер сілкіністері де болып тұрады. Сен білесің бе? Материктердің атауы олардың орналасу аймағын көрсетеді. Мысалы, Еуразия. Еуразия материгі Еуропа және Азия деген екі дүние бөлігінің бірігуінен тұрады. Ежелгі Финикия тілінен аударғанда Еуропа сөзі батыс, Азия сөзі шығыс деген мағынаны береді. Ол Еуропаның батыстан шығысқа қарай созылып жатқанын білдіреді. Ал Аустралия деген сөз оңтүстік деген мағынаны білдіреді. Себебі ол оңтүстік жарты шарда орналасқан. Берілген ақпараттың көмегімен материктерді ауданның кему ретіне қарай орналастыр. Ауданы жағынан ең үлкен материкті ата. Қай материк бәрінен кіші? Біздің еліміз қай материкте орналасқан? Модель жаса. Модельдің көмегімен жер бетінде материктер мен мұхиттар қалай орналасқанын бейнеле. Зерттеу жұмысын жүргізіп көр. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.